Саламатсызбы, мен 8-ші Б сынып оқушысы Қана Бөкше балабақша кешенінің Бақдәулетова Айгүл. Бүгінгі ғылыми жоба тақырыбы Тақсай ханшайымы еліміз бойынша табылған 7 алтын адамның бірі. Жетекші тарих пәні мұғалім Шорбаева Оксана Халықова. Жобаның мазмұнына кіріспе, зерттеу бөлімі қорытынды. Зерттеудің мақсаты екі елімізге көршілес жатқан Теректі ауданының Тақсай кешенінің тарихы, ашу салтанаты туралы деректерін зерттеу, бөрі бабалар ісінесін қалған ұлттық құндылығымызды құрметтеу. Орал қаласына барар тас жолдың бойында шығыстық стильде салынған тарихи кешен кез келген жолаушының назарын аударатыны хақ. Неліктен әйел адамның бейнесі салды екен, ол кім болған екен деген сұрақтар пайда болды. Осы жұмысты қолға алуға себепші болған да осы ойдың негізі еді. Алдымен ойдың жабауын интернеттен іздедім. Тарих пәнінен сабақ жүргізуші ұстазымның қолдауымен деректер жинауға кірістім. 2 айлық зерттеу жұмысымды нәтижесін алдыңызға ұсынбақшым. Тақсай ханшайымы еліміз бойынша табылған 7 алтын адамның бірі. Бұл тарихи нысан 2012 жылы Теректі ауданы Долинный ауылы маңында жүргізілген қазба жұмыстары кезінде табылды. Кешен 5 қорғаннан тұрады. 2017 жылы ол Қазақстанның 100 жалпы ұлттық киелі орны тізіміне енді. Зерттеу барысында анықталған маңызды деректер қорған ғасырларға, яғни Сармат дәуіріне жатады. Жерленген әйелмен бірге 2 күзетшінің болуы және салт жоралғы заттары оның қоғамдағы абыздық жоғары мәртебесін көрсетеді. Мұнда сирек кездесетін Тақсай тарағы табылды. Онда Иран ахемейттері мен дала көшпенділері арасындағы тартыс бейнеленген. Бұл құпияны ашқан археолог Яна Лұқпанова ханшайымның бейнесін қалпына келтірумен танымал реставратор Қырым Алтынбек айналысты. Әбіш Кекілбаев атамыз айтқандай, тек тарихына ие халық қана еріне медет бола алады. Бүгінгі таңда жол бойындағы бұл кешен туристерді тартатын маңызды нысан. Оны тұрғызуға жергілікті меценаттар 8 миллион теңге қаржы жұмсаған. Қорыта айтқанда, Тақсай ханшайымы бұл жай ғана археологиялық олжа емес, бұл біздің рухымыздың жаңғыруы және келер ұрпаққа жететін тарихи мұра. Менің бұл жұмысым тек бастамасы ғана. Алдағы уақытта зерттеуімді жалғастырып, өлкеміздің тарихын тереңірек тануды жоспарлаймын. Назарларыңызға рахмет.